Қыздар, гүлдерді хотя бы сразу OLX-қа салмаңыздаршы. Кім? Алар кімдер жинап алып қақа келген отқан? Ретсте КВНчиктер жаратпайды болса, как будто біздер КВНчик емес, акиматчиктер сияқтымыз. Жоқ, жалпы травмам бар ма сен? Маған қызық, Ретста блогерлардың кейбір жазбалары вообще өтпей жатады ғой. Почему мужчины помладше любят женщин постарше? Маған ұнамайды өзімен үлкен қыздар. Әйеліңіз бар ғой. Саған алматылы қандай интеллигентный, креативный әңгімелер қатты өте қоймайды. Сәл андай дикий формат бойы жарысады да адамна. Жалпы өзіңізді мақтағаннан басқа немен айналысасыз? Сәлем достар, Тредстан, бүгін бізде қонақта Данияр Макашев. Саламатсыздар, кеш жарық қайырлы таң, қай уақытта көріп жатсыздар? Жалпы мен Данияр Макашев деген кезде сендер ту регалияларын айтпайсыңдар ма? Андай или шығамыз. Чемпион высшей лиги. Что регалиум? Все, деші. Анау кезіндегі телерадиоведущий, продюсер деген. Не үшін жасадым кезінде оның бәрі? Продюсер, телерадиоведущий. Топовый шоумен нашей страны. Многодетный папа дейсің. Многодетный, көп балалы Хит ТВ әке. это нормально или айтпай-ақ көр? Хит ТВ емес, музон. Музон. Музон, ТК, 7-ші арна, осы бір. Көреміз. Сарапшы. Көреміздің сарапшысы. Басталып кетті ма или басынан бастаймыз? Бастай берейік, нормально. Тредс қалай сізге жалпы ұнай ма осы? Маған Тредс өте ұнайды, андай бір өсектің әңгімеледі ғой. Сол кезде Өсекенсіз ғой онда. Не болып жатыр қазір? Қандай өсектер таралып отыр жалпы? Қандай Тредс деген андай жер ғой? Ұрыс көп жер ғой негізі, енді білмеймін. Жоқ, негатив та и позитив та бар. Позитив те бар, бірақ көбіне маған андай интригалар көп жер ғой негізі. Біреудің артын ашып жіберу дейсіз. Бір жағынан Кім ажасып кетті деп па? Кім қазір андай трендте деген сияқты ше? Қазір бізде андай хайп қой, черный пиар қазір наоборот трендте ғой қазір, яғни соны көп обсуждать етеді, соның барлығын кәдімгідей бай қылып көрсетеді, кәдімгідей сол информацияны білу үшін кірем. Технология қазақтың өсегіне дейін жетті да? Технология өсекті дамытып жатыр да? Реально Тредс ол біздің платформа секілді. Жалпы Тредсті ойлап тапқан адамдардың арасында бір қазақ жігіт. Иә, көрініп тұр. Бұрында осындай әңгімелерді шайдың басында айтатын едік қой. Қазір Тредсті айтамыз деген сияқты. Иә, Тредсте тоже шаймен. Бұрында, кстати, қазақтар Твиттерда көп отырған жоқ та? Мен ойлап едім, Тредс шыққанда көп отырмайтын шығар. Иә, мен ойладым Тредс өтпей шығар. Басында аз болды. Бір жарты жылдан кейін бе, шыққаннан кейін кетті. Тредсте енді білмеймін қазір, ол кісі енді жеке танығаннан кейін шығар, бірақ мен Нұрлан Қойынбаев ағамыз бар. Тредстің атасы. Соның атасы бір несі кураторы секілді. Старостасы. Класс жетекшісі. Иә. Как будто сол кісі бізге етіп қойған сияқты, ол жаққа барып қайтыңдар арасында көріп деген сияқты. Сөйтіп кіре бастағанда и реально прям қазақтар. Мен үшін бұрында осы Твиттерда, Фейсбукта отыратын кісілер үлкен кісілер сияқты болып көрінетін еді. Ал қазір Тредста өзіміз үлкен кісілер. Иә, сол кетті қой. Өзіміз сондай үлкен кісілерміз ғой. Сіз үлкен кісісіз енді. Қатты жас секілді сөйлемеші. Ар жақ бер жақ ғой. Жоқ, негізі Инстаграмға кіресінде барлығында пафосный өмір, иә? Идеальный өмір. Жерде идеальный өмір, қызғасын. Ана жерде бәрі өзіміздіктің көрінеді. Бәрінің бойдары бірдей сияқты ма? Біздің қоғамды көруге болады. Иә. Так, біздер енді әрқайсымыз бір 4-5 Тредстан алып келдік. Соның ішіндегі ең үздік Тредсті сізге анықтау керек. Мен бастайын ба әдеттегідей? Келіншегім қызық, мен жүрген қыздардан қызғанады. Қалай қызық? Нормально ғой дейміз. Келіншегім қызық, мен жүрген қыздардан қызғанады дейді. Было бы странно, если бы қызғанған жоқ. Жоқ, енді қазір бала шағалы болып, уже үйлі жаранды болсы, бірақ сонда да бір жеңгеміздің есінде қалып қалған қыздар бар ма? Қада провокационный сұрақ өзі. Я поехал, дейінші? Маған дейін сен қанша қызбен жүгірді? Иә, бұрда асқысы еді, тірлік жасау керек, сол үшін жүгіріп жүрдім қыздармен. Негізі андай ғой, популярды сұрақтар бар ғой қыздардың арасында жалпы кездескенде, типа
қандай қыздармен жүрдің деген или неше қызың болды деген сияқты сұрақтар жиі қойылатын негізі. Мен нешінші қызыммын? Мен всегда шындықты айтатынмын, что сен екіншісің деп. Біріншісі авариядан қайтыс болды обычный. Қайда білесің ол историяны? Сенің де қызың сондай. Бір қызбен жүрдіңдер ма? Жоқ, мен шын айтсам ше, ол енді андай емес, бір өтірік айтып тұрған. Мен реально көп қыздармен жүрген жоқпын. Мен сәл Просто сөйлестім десеңші. Сөйлестім, даже сөйлескен де жоқ. Мен творчествоға беріліп кеткен адам едім. Ойбай. КВН шанды, КВН ойнап, Ойбай, КВН-да репетиция. қыздар жоқ қой. Жоқ, тек ұлдар ғана, симпатичный ұлдар болды. Реально қыздармен жүретін ондай уақыт да болған жоқ. Ақша да болған жоқ. Бірақ кезінде қыздар сұрамайды да, ішін айтсам ше. Анда Онда жүрген болып тұрсыз ғой онда. Енді арасы ғой, көрікті, ладно, не салдық. Абайламасаңыз қазір комментарийға жазайын деп тұр барлығы. Иә. Привет, ты не помнишь деп. Да. Тебя твой сын ждет, и все, привет. Когда скинешь алименты ма? Тү құдай сақтасын. Ой, неге наоборот жақсы бала болған. Иә, Қазақстанның саны. Иә. Дұрыс. Бірақ заңды түрде дұрыс шығар, иә. Заңды түрде дұрыс шығар. Некелесіп деген сияқты. Вот қазір баламыз бар, құдайға шүкір, иә. Заңды түрде. Иә. Жалпы қызғанған дұрыс шығар, иә? Ол махаббат сезімі бар деп біледі ғой. Егер қызғанатын болса, значит ол жігітті жақсы көреді деген сөз ғой. Қызғанбаса мен ойымша чисто білмеймін анау кісі қандай намерениемен жүрді білмеймін. Жалпылама менің ойымша бұрынғы өмір маңызды емес, ең бастысы қазір жастар бір-бірін жақсы көрсе, бақытты өмір сүрсе, сол күшті сияқты, да? Бірақ арасында ұрыс кезінде айтып жүруге болады. мүмкін. Бетіне басып Иә, па? бетіне басар. Ұрысу деген ящик Пандорны ашу деген. Иә. Оған дейін идея, күштесіңдер ғой. Все, ұрыс. Бәрін вспоминаешь. Ой, сен та-та-та-та. Аны ұмытып кеткен кейбір дүниелерді еске түсіріп кетеді ғой. Жоқ, ничего себе, до сих пор помнишь, что ли? 2018. Атасын күн уақытын айтатын. Иә, ондайлар болады. Әйел азаматтар жалпы архивті мықты сақтайтын сияқты. Өте қатты. Бірақ көшелерді айтсаң, естерінен шығып кете береді. Мен жерде тұрмын десең, қай жер ол? Мана білмеймін. Бірақ сенің бұрынғы архивтарың бәрін жатқа біледі. Иә, ол рас енді шындықты айтып тұрсыз. Дұрыс па, әйел азаматтар айболсын әйел айт. Женский взгляд мысалы. Женский взгляд, давай. Компромат жинайды. Вот негізі бұл сұрақ сізге. Ол біздің способность дейді ғой. Ол біздің қолымыздан келетін дүние. Не нужно ұрыс ашу ба? Не нужно народный месте. Жоқ, ұрыспен бірдеңе жеткізгің келеді ғой, мысалы ер азаматқа. Кейде жетпей атады, кейде бірдеңе айтқанын түсінбей атады. Негізі анау сен солай ақыласың. Қыздар үшін негізі өте андай қызық адамдар, әйел адам ше. Енді қабырғадан жаратылдық қой. Иә, айтады да, мен айта бер, мен ренжімеймін дейді да. Айтқаннан кейін болды ғой, ренжігенде бір апта араласпайсың кәдімгідей же. Өзі бірінші айтып алады да, ренжімеймін, соған сеніп қала береміз ғой. Былай ғой, просто так айтпайсыздар да. атам заманынан сеніп келатырық та біз. Сұрап аламыз ғой біз, айта бер, ренжімеймін дейді. Ал просто сұрасаң айтпайды да оны. Айта бер, ренжімеймін десең, сразу айтады. Қалай, неге? Еще ақырындап айтасыңдар ма? Давай екеуміз бір-бірімізге бір секреттен айтамыз деп. Өз андай бірақ Оларды бастай болмайтын секрет айтамын бірақ өзі. Иә, болмайтын. Мен алдынан бақандин сенсіз жедім ғой деген сияқты бір болмайтын. Или сенсіз киім сатып алдым. Оның алдында бірақ сен жаман секретіңді ашып қойғансың да. Еще сен бастайсың ғой бірінші пай. Сонымен келесі трец біз жайлы. Біз жайлы. Жоқ, жалпы осы жерде отырған бәріміз жайдарманнан шықтық қой. Иә, бәріміз КВНщикпіз. Сон бір қыз жазып қойыпты. Жайдарманшылардың бәрі ред флаг, бірақ мен оны дәлелдей алмаймын дейді. Мен оны дәлелдей алмаймын. Яғни кстати, осы ше алдына тоже бір трецті оқыдым. Типа біреу жазған екен да. Наконец-то типа вышел сериал деді ме, фильм деді ме. Не снятая жайдарманщиками деп ше. Не КВНщиками снят. Не КВНщики, ана жақта сценарист кім ғой, Серега, иә, Литовченко. Алишер Утев, мысалы, мен жазып жатырмын да, сценарист это, КВНщик, Астана КЗ, Алишер Утев тоже КВНщик. Жалпы Қазақстандағы барлық кино, сериал, передача болсын, барлығында как минимум бір КВНші бар же, яғни ол продюсер болсын, сценарист болсын, актер болсын, тағы да басқасы болсын, по-любому КВНші болады.
по-любому. Сондықтан да мынау қарындасымыз Red Flag деп жатқан білмеймін енді. Сіз өзіңіз Red Flagпын деп ойлайсыз ба? Green Flagпын деп ойлайсыз? Или ортасындағы оранжевый флагпын деп ойлайсыз? Главный нерадужный флаг. Қазақстанда ол запретте ғой негізі. Негізі жайдарманшылар деген уникальный, универсальный адамдар ғой. Сіздер оны бағалай біліңіздер, қадірледіңіздер оларды. Мені қараңыздар, кім мені? Тамаша стендапер КВНші, мінекей тамаша шоумендер мінекей. Мені тамаша шоуменнің әйелі. Мені ешкім қып қойдыңыз ба? А так мен жоғары лигада финалға дейін ойнаған негізінде. Что, көрдіңдер ма? Яғни мені жақсы, жағдайым жақсы. Күйеуі бармаған, жоғары лигаға өзі барған. Құдайға шүкір, 2 күн ойнадым. Бір адам жоғары лиганың финалдан жету керек. Трецта КВНчиктер жаратпайды болса, как будто біздер КВНчик емес, акиматчиктер сияқтымыз. Ух ты, сильно. Анонсқа ғой. Сен травмаң бар сияқты? Жоқ, травмам жоқ, просто трецта көп байқаймын. КВНчиктарда как будто... Жалпы травмам бар ма сен? Басқа тема ауысып кеткен. Травма бар ма сенде? Не артроз, например. Нет, серьезно, а почему КВНчиктар как враг народа сияқты сондай бірдеңе алып көрсетті? Андай маған ұнамайтын сайқымазақтар деп. Сайқымазақтар. Не серьезно қарайды, иә? Біз андаймыз, олардың көңіл-күйлерін көтеріп, бір күшті настроение сыйлағанда біз молодец деген бір сөздерге лайықты боламыз да. Кейде басқалар біз бір сайқымазақта, бір көреалмаушылықпен көбіне айтатындар бар. Мысалға, енді никому не секрет, көп актер, актриса болсын, жалпы оқыған, жүргенді бітірген, өнер академиясын тәмамдаған, айтқанда түлектер, КВНшіктер жек көреді ғой. Ол жаңа актерлар. Солардың нанын тартып алған сияқты болып көріне ма? Бастықтар КВНчиктер да просто. Жек көреді. Біз кінәлі емеспіз ғой, что мы такие талантливые. Самооценка артып тұр дейсің. Өзіңе көп алмашы деген комментарийін оқып тұрмын мен уже. КВНчики. Налар кімдер жинап алды. КВНчики очень скромные. Жоқ, енді шынымен ғой, қазір мықты деп айтпай қойын, ладно. Андай востребованный, көбіне экрандарда көп көрсетілетін актерлар, түрлер КВНшілер көбісі, иә? Жоқ, бұл қыз, мне кажется, мына жеке қарым-қатынасты айтқан сияқты. Мүмкін жайдарманшылар, КВН ойнаған бір жігітпен мүмкін жүрген шығар. Мен ойымша осы. Үш жігітті КВНші от қадақ кетті. Сол себепті мен айтқым келеді. Жайдарманшы жігіттердің арасында нормальный жігіттер де бар негізінде. Мені ол дәлел сіздерге. Сондықтан бәріне бірдей күйе жағып қажет емес. Олар керісінше еңбекқор болады. Оларда мотивация көп болатын сияқты. Оларда бір білмеймін енді, мен танитын адамдар... Мен прошкасын тауады любой жерден. Жоқ, мен танитын адамдар, кәдімгідей әйелдеріне адал, енді Сабинаға жазған болмаса. Бірақ көбінесе семенин болып келеді. Не все. Мен ақтап жатқан жоқпын енді, бірақ расымен де барлығына бірдей күйе жағып қажет емес деп ойлаймын. Бірақ арасында әрине мүмкін андай кісілер де бар шығар, бір жаңа кісі мүмкін білмеймін. Бәрі бірдей емес қой. Андай бір жақта аэропортта там амандаспай қойған шығар, мүмкін деймін да, бір жұлдыз секілді. Жоқ, сосын андай да бар ғой. Мысалға бір 3 күн КВН ойнап кетіп қалады да адам. Сосын кезінде мен КВН ойнағым деп айтады да. Сондайларға ұрынып қалған шығар ол кісі. Жоқ, мен ойымша бұл жақта жаңағы Айжан айтып кеткендей, андай сияқты деп ойлаймын, бұл кісі қарым-қатынаста бір отношение болған шығар, и почему-то именно КВНшілерге жолыққан шығар, и каким-то образом мен человеческий факторлары. Мен ол кісінің де комментарийсін көріп тұрған сияқтымын, оңбаған менің отношениямда нең бар сендер. Мен саған ол жайлы емес қой. Алай болады. Адамның кім екенін білгің келсе, оның чат GPT-ні не жазатынын көр дейді. Соңғы рет не сұрадыңыз? Мен андай көрдім, бүгін ғана көрдім. Ал көбіне мен немен связан ғой, перевод қой. Қатесін түзеу деген сияқты ма, текст? Орфография. Типа мындай ол орфоэпия. Бүгін мындай жүрдім да, типа көбіне сондай мен экран түсіремін да, ағылшынша жазылып тұрады. Мысалы, почему не могу выйти деген сияқты, баламның iCloud-ын дұрыстайын деп ойлағам ғой. Енді түсініксіз ғой, енді қалай ету керек деген сияқты. YouTube-ға кіріп туториал или андай бір обзор көргім келмейді да, чат GPT-ге жіберемін, чат GPT барлығын жазып береді. Өйткені осылай бай-бай істесем болады, и реально көмектеседі. Негізі өмірді жеңілдетті, иә, чат GPT? Өте жеңілдетті.
маған переводчик мен үшін білмейтін заттарымды жаңағы ашып беру, көзімді ашып беру, сондай. А сіздің кезіңізде мектеп оқып жүргенде ChatGPT не болды? Менің одноклассницам Аяужан болды. Қасында отырады. Бәрі біле ма? Отличница қыз болды. Бәрі біледі, просто любой. Қазір Аяужан тұрмыста шығар әйтеуір, күйеуі ChatGPT болса. Күйеуі сондай болса, иә. Бірақ бұрында шынымен де отличниктармен кейде дос болмайсың ше, негізі дос болмайсың. қазір Аяужан ChatGPT-ға жұмыс жасаса. Араласарсың, типа саған керек кезде зат домашка жаңа үй тапсырмасын жазамыз да, ондай сосын араласпай кетесің, қатты бар. Жақындатпайсың. Білмеймін, менде солай болған шығар енді. Мен ғана сондай тажал адаммын аяқта. Или сендер араласыңдар отличниктармен. Мен сөйтетіп әйтеуір жазып алып көшіп алып. Барынша пайдалану болды. Қолдану болды. Аяжанды дұрыс жағынан қолдану. Иә. Жаңа қарағанда Аяжанның арқасында осы жерде отырсың ғой. Иә, бір жағынан сол кісі. Мен андай істейтінмін ше, ол бірінші. Болады ғой. Мен бір Аяжанның арқасында грантқа түстім. Мәссаған, Аяжандар мықты болып тұр ғой. Аяжан емес, условно айтып тұрған. Аяужан ол, иә. Аяжанға сәлем жолдасаңыз болады қазір. Басқа передача. Жоқ, мен сізге айтып жатырмын, Аяжанға сәлем. Аяужан. Сәлем Аяужан, қазір Астанада тұрады, жұмыс істейді, бір күшті, бір неде позицияда, өте оқымысты, білімді еді. Сосын не ғой, қандай біздің кезіміздегі ChatGPT, окей, жаңағы 5-ке оқитын қыздар, одан бөлек бізге ChatGPT кітапханаға баратын бедіңдер сіңдер? Энциклопедия дейтін бар еді ғой негізінде баяғыда. Энциклопедия оқыдыңыз ба? Иә, оқыдым, мен яғни білмейтін зат онда интернет жоқ. Маған кітаптардың иісі ұнайтын. Иә, еще, кстати, тып-тыныш кітаптардың иісі ұнайтын. Иә, еще карточкасы біртүрлі болатын, қызық. Суреттері. Иә. В общем, библиотека, яғни кітапхана, мықты оқитын сыныптасың, мін сен ChatGPT мен ойымша. Мұғалім Абайды оқы деді, мен Абайды оқысам, Абайды орыстарды оқы деді, содан кейін орысша кітап оқып кеттім. Міне әркім ChatGPT әртүрлі. Сенің ChatGPT-ің кім болды? Менің ChatGPT-ім сыныптастарының барлығы болды. Жақсы оқитындардың бәрімен күшті араласатын. Жоқ, ол сыныптастардан бөлек болды ма? Мен туған ағам болды. Туған ағам болды ма? Азамат. Барлығын білетін ба? Любой сұраққа жауап бар, дайын адам. Сосын райондағы братандар болды біздің ChatGPT. Иә, ол өмірдің. Бірақ жұмсап жүретін ба? Өмірдің понятиясын үйрететіндер бірақ платный болды ма? Платный версиясы. Иә, бүгін грефке жинау керек жігіттер. Иә, сондайлар. Иә, кезіндегі братандар да болды. Подпискаласын екші ма? Айболат, айттың ғой, жалпы ChatGPT туралы. Қанағаттандың ба жауабын? Өте қатты. Өте қатты. 2 рет. Зарплатаны уақытында бере алмайтын басшылардың жұмысқа кешікпей кел деп айтуға дым хақысы жоқ деп бастығына айта алмаған сөзді Threads-қа жазып жіберіпті біреу. Иә, негізі қалай, егер жалақысын бермесе уақытылы жұмысқа бармай қойсын, дұрыс. Вообще бармай қойсын. Иә, как бы один-один деген сияқты ғой. Кешіктіріп бере алса, кешік бара ғой. Бірақ жұмыстан шығарып жіберуі мүмкін, главное. Ақшасын берсін. Бермесе жазып жіберіңіз Threads-ке. Обязательно отмена жасаймыз ол компанияны, ол адамды. Отмена жасаудан біз номер 1-міз ғой. Біз ол жақтан қатырамыз енді. Любой Threads бүкіл мәселені шешіп жатыр дейсіз ғой, иә? Иә, қазір бұрын профсоюз еді ғой, қазір Threads-тегі адамдар ғой. Бір профсоюз деген Акиматтан мықты шешеді ғой, Акиматтан мықты шешеді. Профсоюздың жай аты қазір Threads-тегі адам, халық бірігіп просто. Қазақстанның Threads-і Қырғызстанның вопростарына жетеді. Қазір сондай уже международный уровень, сондай уровень еттік қой біз. Threads келгелі Инстаграмнан ұят болды дейді. Внимание өзіне алып кетті ма? Threads андай не ма, сенің бір андай жап-жас қыздар сияқты ма? 2006-лар сияқты ма? Тоқал. Жақсы. Ондай темаларыңға жақсы. Так, тоқал туралы әңгіме етпей қояйық. Иә, тоқал Сабина қазір қайтып ескеріп кетсе. Инстаграм жалған өмірде, Threads шын өмір. Бірақ анда да, мында да сол бір адамдар. Иә, бір адамдар. Кстати, реально негізі Инстаграмда... Қыздың фотосын көресің ба? Сосын барып таныса сөйлесесің ба сол сияқты?
бірінші инстаграмнан фотосын қарайсың да сосын трендстарын оқисың. Сәл танысып жүрсің ба? Жоқ. сондай көт ашып передача сіздерді мақтап отырсам мен өз аттарыңызды өте КВНчик деп па? Бәрі келтіріп жатырмын да инстаграм. иә түсіндім негізі инстаграм андай күшті бір энергетический андай позитивный болатын болса сен өзіңді күшті қылып көрсеткің келсе жалпы күшті эмоция қуа аласың ол жақта позитив ана жақта андай эмоцияны шығаратын жер секілді ше андай накипело деген сияқты трец сол үшін арналған. А неге инстаграм ондай емес? білмеймін ой көріп қояды ойбай ұят болды білмеймін ана жақта да көреді ғой негізі инстаграмда сенде өзіңнің аудитория таныстарың көп қой. көбірек түгіл ана жақта сен плюс-минус ана скорее жақта всего сен интересныйға шығасың. Иә. Ол жақта сен танымайтын адамдармен сөйлесесің. ол да бар танымайтын адамдарға бәрібір деші. Бәрібір иә. Көшеде танысып қалған адамға любой бойыңды айта саласың ғой на месте. Сондай сияқты. маған қызық тредста блогерлардың кейбір жазбалары вообще өтпей жатады ғой байқайсыз ба? көбіне өтпейді олар неге екен деп ойлаймын. Олар тек жаңағыдай керемет өмірді көрсетіп тредсқа келген кезде бәрі кет келме жазба ештеңе деген сыдан басылатын сөздер Жоқ, олар еще Шарп па? как будто тредс бір өзіміздікі сияқты иемденіп алған сияқты. Қалай ойлайсыз? Қоғамнан алыс. қарапайым андай рабочая сила дейді ғой Иә. сондай кісілер сияқты шығады Ондай адамдар қоғамнан алыстап кетеді ғой. менің ойымша біздің блогерлар әбден видео контентке жатып алған, ал жазуға келген кезде жоқ та. Ар жағы бос деп ойлаймын. Сауат жоқ дейсіз ба әлде? Жоқ, бәрі бірдей емес енді. Өйткені көбінесе тредста өздері жазады ғой. Оларға егер бір мықты әзіл жазатын біреу я болмаса қызықты қылып жазатын біреу жазып берсе, менің ойымша қызықты болатын еді. Ал ол жерде өздері жазғандықтан өз ойларын толыққан дұрыс жеткізбейді деймін кейбіреулер. Маған ұнайды ана Лада деген машина сататын веткалар болады, бұтақтары. сен қызық веткалар отырады Не Лада? Лада деген ана машина сатады, авиасыз деген сияқты ше. Солар компанияның атынан жатады ғой. Авиаселс міне мықты. Иә. Компанияның атынан жатады деген. Ой, жасады деген. Ладаның СММщигіне біреу жазып қойған ғой, басқа нормально жұмыс істеп отыр. Иә, сен оқысыз. мен ладаны ешқашан көрмедім Авиаселске жақсы шуткалары. авиаселскі жақсы әзілмен күшті қылып жазады иә біздікілерді айырады ғой бірақ комментарийдің астында ше оларды жеке кәсіпкерлер негізі тредста өте жақсы қолдайды. Мысалға бір бизнес айтады, менікі өтпей жатыр, бірдеңе нажал сдавить етуге біздер мастермыз ғой. Бірдеңе айтады, менің барберім өтпей жатыр, осындай болмай жатыр. Келіңдер деп. Адресімді айт, брат, шашымды қиып кетемін, саған именно барып. Сондай нелер көп. ауыз біршілігі мол, бір күшті жер. Бірін қолдау жақсы негізі. Андай ғой даже көрген шығарсыздар иә, бір популярный веткалардың бірі, кім еді? Джессика Альбаның постына типа менің комментариім сен лайкына қарағанда көп жинайды деп, реально Джессика Альбанікі 3-те 6 болса, 10-15 мың ба сондай ғой лайкшы. Кәдімгідей қазақтар келді, анаға поддержка беріп кетеді. Джессика Альба әлемдік жұлдыз мысалға. Біз негізі көбісі ойлайды ғой, қазақтар бір-бірін көре алмайды деп. Негізі бір-бірін қатты қолдайды негізінде. Жоқ, көремаушылық бар да шығар біз. Көре алмайды, бірақ қолдайды. Көре алмай қолдайды біз. Қолдайды. Жоқ, бірақ күшті қолдайды біз. Амал жоқ па енді. Қолдабырас фиксінем деп па? Жоқ, бізде мысалы футболисттер шетелге ауысса, қалай? Хартсқа ма ауысты ғой иә? Сразу бүкіл бір 15 мың адам шығар, қазақтар подписка жасайды да. Тек Қазақстанның флагын жібере береді. Мысалы, еңлік жақында бір шетелдік платформада ән айтты, қалай қолдады. Бірақ тредста ол жайлы аз жазып жатыр мысалы. Неге? Енді шамалы қолдап жатсыңдар деп жазып жатыр да. Жоқ, неге сол шамалы, неге айтпайды ол? Мысалы, Қайрат Реалмен ойнады, Дженнифер Лопес келді. Еңліктің де осы жобада ән айтқаны менің ойымша ол да бір жетістік қой. Жетістік. Ең бірінші қазақ қызы осындай платформада. ТМД елдерінің арасынан бірінші адам ғой, бірінші адам. Немецкий платформа дейді, немесе. Бұл да негізі тарих былай қарап. Аталары да Германиядан алған. Еңлікте алыпты. Негізі білмеймін, ол жақта бар, мен көрдім тредсті қолдап жатқан сияқты. Қолдап жатыр. Қазір мүмкін кешірек келген шығар ол жаққа. Бірақ вроде Өздеріңізді өздерін әдемі күйеуіміз деп есептейтін жандарға жұмыстағы тәте айтады маған, красивый муж не твой муж, а общий муж дейді. Да, чужой муж деген сөз бар. Сен нелерің провокационный? Бір сәл. Осы сөзді мен тұрмысқа шыққан кезде айтқан маған. Не, саған повезло, сенікі ол келмейді. Айболатқа қатысы жоқ дедім ба? Аллаға шүкір Айболатқа қатысы жоқ бұның дедім ба? Красавчик Айболат. Ну, на любителя. Айболат Спивым пойдет. Жоқ, мысалы, Тәуекел Мүслімде, мысалы,
осы уақытқа дейін номер один красавчик болды осы Қазақстанда? Қазіргі жоқ, мен оны есептемеймін номер один красавчик мен деп. жоқ, мен мойындаймын Жоқ, менің ойымша өте странно, мен мужской красотаны ше бағалаймын ше. Тәуекел әдемі, так мен красавчик қой деп ше кәдімгі. Реально красавчик. Қарайсыз ғой, мойындап отқаныңызда ерлік та мысалы. иә. Реально әдемі жігіт, прям денесі бар, түрі бар. Кәдімгідей өте жаңағыдай отбасына берік, 3 баласы бар. Иә, вроде сондай семьянин кісі да. Семенин, иә. Сондықтан мен айта алмаймын, не твой муж дегенге келсе. Инстаграмнан ашып дайрыны оқып көру керек еді ғой. Қазір жазбайтын шығар. Бар ғой. Иә, шалдарды жақсы көретіндер бар ғой. Өсек болып жатқан жоқ. Басқа бір передача болып кетті. Әйеліне идея беріп тастаған. Дайрыгын аш деп. Қазақстанда фильм түсіріп 500 миллион теңге тапсаң, оның 50%-ын кинотеатр алып қояды. Мемлекетке төлейтін салық та бар. Маркетингке бөлінген ақшаны есептеңіз. Продюсерлер плюстамыз ба өзі дейді. Осыны жақында күшті көтеріп жатыр. Бүгін депутаттар бір депутат көтерді. Негізі ол қазақстандық киноларға, ал шетелдік кинолар ол жақта басқа правила, білесіздер ме? Ол жақта қателеспесем 60-та 40 или 70-те 30, яғни көбісін кімдер алады? Шетелдің кинолар. Шетелдік дистрибьюторлар алып кетеді. Аналар ештеме дей алмайды. Не үшін? Потому что айтады, оларға ештеме емес та. Аналар қарсылық не үшін көрсете алмайды қазақстандық жаңа кинотеатрлар? Өйткені Аватар, Марвелдің кинолары мысалы. Әлемдік деңгейдегі кинолар. Там в Центральной Азии какая-то страна есть, там не показывайте, оларға ештеме емес ол. Қалған 200 мемлекетте ол көрсетіледі, сол үшін бағынады. Бұяқ сондықтан бір андай біздің қазақстандық продюсер, режиссер бір қоғам ашып, андай бір профсоюз секілді. Сіз саясатқа кетуіңіз керек сияқты. Жоқ, бұл өзімізді тонау емес па? Тонау өте әділ емес деп ойлаймын жалпы. Неге? Не үшін олай жасап жатыр? Біздің қазақстандықтар. Монополисттер ғой. Монополисттер ғой. Сол үшін. Сол жайттырым бірігіп, бойкот отмена, мен істемеймін. Жақында осы біз жаңа... Болмаса Арыстан деген жігіттен проектор алып, далада көрсете берейік кинолар. Алдында біз айтуға болады шығар, жаңағы Нұрлан Қоянбаев ағамызбен жаңағы FIFA ойнайтынымыз бар. Сол жерде осы тақырыпты көтерген ол кісі. Айтады да, вот неге осылай несправедливо дейді да, үйлі келді на ровном месте алып кетті. Көбісі минусқа шығын кетіп қалды да. Айтады, андай бір қоғам ашу керек, бір объединение, барлық жаңа сценаристер, барлық режиссерлар, продюсерлер, актерлар барлығының құқығын қорғайтын. Продакшн ретінде, яғни осындай бір жаңа бір бар ғой, определенный бір продакшн, который сол кинотеатрмен бірге сотрудничать. Союз. Иә. Писатель. Ана барып жазбаңдар, ана барып түспейіндер деген бір запрет болатын болса, егер ше, типа біздің, яғни біздің профсоюздегі актерлар түспейді сендерге. Бармайды сендерге деген сияқты сондай бір үлкен бір қоғам, бір профсоюз ба, союз ба, иә. Яғни диктовать ету керек біз наоборот, яғни. Екінші жағы да бар ғой. Мысалы, ол кинотеатрлар ол алған ақшаны 50%-тан өздерінің долін реинвестиция жасайды ғой. Тағы кинотеатр ашады. Көбейтеді, иә? Қазақстанда, иә, мысалы, площадка көбейтеді. IMAX ашылып жатыр мысалға неде. Үлкен IMAX кинотеатрлар ашылып жатыр ғой Алматыда, неде. Қай жақта? Восточка жақта, например, алдында бардым, үлкен кинотеатр, прям тым үлкен. Апорт. Халық IMAX, апорт, иә. И олар сондайға инвестировать етеді да, ол өздерінің прибыльдарын. Ол өзінің жеке бизнесі ол, причем тут біреудің креативный индустрияның пайдасын чересчур жадына өзіне алу. Мүмкін инвесторлар жоқ шығар. Сол себепті де. Екі фильм аласың, бірақ енді бүкіл фильмнан 50%-дан мен ойымша. Жоқ, 50% емес, сол 30% алса үшін нормально ғой. Жоқ, мен ойлаймын 50%, бірақ маркетинг, реклама бәрін сол жаққа жіберу керек полностью. Сол 50%-ның ішіне кіргізу керек деп ойлаймын. Бірақ енді айтамын, бәрінде бірдей реклама болмайды онда. Сондай проблема басталады. Енді біз айтамыз ғой, тонап жатыр халықты деп ше, бірақ біздің қазақтар кино түсіруді тоқтатқан емес қой, байқайсыздар ма? Қазір дейтін кинотеатрға барған кезде кәдімгі таңдау бар, бұрынғыға қарағанда. Сапалысы да бар, сапасыз да бар, иә, оны мойындау керек. Сапасыз вообще көп болу керек. Просто сапасыз да. Мен сондай кино жазғам деші. Мен да заказчиктер осы кісілер. Жоқ, жазған. Көбіректе осы мен жазғанмын мен, ол шын ондай болды. Мен ғой Тайгер фильм шалып тастаған деші. Мен маған айтып тұрғанда сол ғой. Тайгер фильмс, например, ешкім бәрі. Оны айтуға бола ма негізі? Жоқ, например, бәрі айтады, Тайгер фильмс жаман деп айтады да. Бірақ ешкім айтпайды да, что ана жерде Тайгер фильмста көптеген режиссерлар, сценаристер опыт жинайды, руки набивает. Ондайда жер керек, оны бірақ ешкім айтпайды да. Ондай жер үшін YouTube бар ғой, ондай шымкентский режиссерлар секілді. Біліп келеді деп ойлайды да бәрі.
жоқ кино кішкене басқаша стилінеді чем ютубтан қарағанда. жоқ түсіндім, ютубқа да выкладывать ан бар ғой, кинолар бар ғой кәдімгі түсінсең 2 сағатқа шымкентский режиссерлар бар ғой кәдімгі миллионный просмотрлар бар бір кәдімгі ше бір көп просмотр. өзбектің киноларын штамповать ете ма кейбіреулер? маған мысалы әпше деген ба сериал бар еді ғой, помните, болды миллион түсірді. Біз көрген жоқпыз. жоқ Сіздер көрген шығарсыздар. еркек адам Біз кино әртүрлі әлемде тұратынбыз әпше деген сериал. еркек адам ар жаққа отырсам бола ма? Игра престолов, там, во все тяжкие деген сериалдар көреміз. ол дейтін менің мынау. қатысым жоқ, айтпайын. Отандық өнерді қолдайық, Мен отандық. жұмыста болдым ол кезде. Жоқ, маған сол сериал ұнады. Басын қарадым мен, одан кейін қараған жоқпын. Неге не значит ұнамайды ғой. Жоқ, уақыт болған жоқ ол кезде уже. Анда бәрі шынайы да. Мен бала кезімде көріп өскен дүниелерді көрсетеді кәдімгі. То есть еркек адам әйел болып киінген еді Мәселе ода емес. Ностальгия ғой, ностальгия. Иә, бұрынғы дүниелерді еске түсіреді. Сондай жаңағы персонаждар біздің өмірімізде де болды ғой. Оны біз жоққа шығара алмаймыз. Соны көрген сияқты болды. Саған жеке бағдарлама ашу керек. Жоқ, өзінің аудиториясы бар ғой. Егер тұрғаны ғой, өзінің аудиториясы Ол бар. қай жақтан шықты, сол руки набивать ету, сондай платформа площадкаларда руки набивать ету, халыққа келіп бір жағынан не ғой, алдау секілді ғой, мошенничество. Сен анау тизерінде мен күшті кино шығар деп келесің, да не үшін келдің деп өкінетін бар. Яғни ақша төледің сен оған негізі. Иә. Качествосы нашар болсын негізі жалоба, яғни бір подавать етуге болады ғой. Количество просто шамалы качественный кинолар көп болса, значит количество көп болады да, и жайлап сол качествоға өте береді, оған уақыт керек тоже. Құрметті достар, лайк басамыз, комментарий жазамыз, колокольчикті баса ұмытпаңыздар. Кеше бір қызық болған, тегін зат берудің қажет жоқ екен негізі. Үйде орын алып тұрған детский коляска тегін берген едік. Содан мана колясканы алуға келген әйел менің шоссейный велосипедіме жабысып, балама керек, осы жылы мектеп бітіреді, соған бер деп. Мен көп балаланамын, сіз басқасын аласыз ғой деп. Мен айттым, жоқ, ол қымбат дүние бермеймін десем, аузына келген айтып қарғап кетті. Содан кейін бір айналып келіп таксиге ақша бер дейді. Ауыр екен. Неге ауыр нәрселер қауып алады? Ұзақ текстпен. Еще дауысы да жетпейді, демі де жетпейді. Скорый. Анау кісі енді Міне, вот бұл қоғамның айнасы ғой. Иә, мен расымен де қоғамның айнасы. Бар дүниені айтып тұр Бәрі сондай текст табу керек еді. Иә, бар дүниені негізі айтып тұр Қайрат. Иә. Кезінде бізге дәл осындай текстпен бір әйел жазған, менің әйеліме, яғни. Сосын күйін ұзнайды маған, күйін ұзнайды жоқ, қандай жаңағы баланың затын жаңағы сатуға қоя салған ғой, енді бізге керек емес деп. Тегін беріңіз деген, тегін берген. Сосын келесі күні қараса, дәл сол зат ол кісіде сатылып жатыр екен. Сөйтіп кәсіп істейтіндер де бар екен. Не, негізі ол да бизнес қой. Ол да бизнес. Ол саған керек емес қой. Иә. Не үшін жасайды? Ол хламды шығару үшін аны дополнительно. Ол еңбектеніп келіп алып кетіп тұр ғой сен. Жоқ, ол еңбектеніп келгенде ол алдап тұр ғой. Мен жаңағындай осындай многодетный жағдайым жоқ, не үшін ауыратын алдап балам тұр? бар деген сияқты. Не үшін алдап тұр? Жоқшылықтан ғой. Былай тартсаң былай жетпейді, былай тартсаң былай жетпейді. Сендер что-то біраз алдаған сияқтысыңдар. Жоқ, расымен де енді жетпей жатса, бір шығатын бір шешімін таппай жатса, кез келген адам ақша беріңдер ма? Без настроения отыр. кез келген адам сондай жағдайға барады деп ойлаймын мен өзім. Бірақ мен оны құптамаймын. Бір жағынан мына жағында қарап көрейікші деген ой ғой негізінде. Ренжітпейікші дейсің ғой ешкім. Жасырмай да 50%-ын берсе, как кинотеатр да. Я мен сізге сатып беремін, сізге пайызы. Бірақ ондай әйелдер, ондай адамдар бар енді қоғамда. Не только әйелдер. Тойда құдаларды іштірту керек деген не осы дейді. Қашынан бері той иелеріне құрмет ішімдік арқылы көрсетілетін болған. Жалпы не ғой ол? Құрмет. Құрмет емес, жалпы бұл инструменттердің бірі, оларды расшевелить негізі. Жақындау ма? Өздерімен той басқарып жүрсіңдер ғой, кез келген құдалықта алғашқы бір, даже тойларда да алғашқы 1 сағат, сандай болса, қысылып, ұялып, ашылмаймыз ғой, яғни бізге адаптацияға уақыт керек. Напряжение да кішкене бар. Притиркаға уақыт керек. И сондай андай татешка ағашқалар бар, олар бізге көмектеседі. Құдеке, кел, алып жүрейік, құдеке, кел деген ол күшті ғой, яғни тойдың жақсы өтуіне бір септігін тигізеді. Яғни энергетически ол бізге пайдалы. Әрине, ішімдік деген бір жағынан ол жақсы, бір жағынан күшті десе. Бір жағынан күшті. Жаман жағынан жоқ. Ал егер ішпейтін болса, құда мысалы ішпейтін. Балғымыз бар ғой. Главное, ол жақты уже
главное негізі в любом Сыртқы случае қарама. андай ағашқа тәтешкалар ол в любом случае внимание жасау керек та. Ал алкоголь ол допинг секілді ғой, оны быстрее яғни ашылуына көмектесетін бір құрылғы инструмент секілді ғой негізі. Бізде комплекстер көп қой қазақтарда, біз ұялшақпыз ғой, біз кішкентай кезімізде мысалы тыйым жоқ, былай істеме ұят болады, бүйтпе сөйтпе, деген ограничение көп бізде ше, ограничениялар көп бізде ше, сондықтан біз сәл бір қысыламыз, ұяламыз, бір сондаймыз да, бір сәл комплексіміз көп бізде. Қысылмай отыра беріңіз дәке. Сондықтан анау допинг ретінде Сондықтан құйындар де. сондықтан қайда анау закускалар қайда. Сондықтан бір күшті инструменттердің бірі ретінде қабылдаймын оны ішкізу құдаларды ше, чтобы тойымыз күшті өтетіндей. Понятное дело, алкоголь деген контексте бір жағымсыз естілетін шығар, бірақ дегенмен оның пайдасы зор. Бірақ дұрыс жағынан нету керек, иә? Иә, дұрыс жағынан. Мысалы, умра барып қайтты, айта қойшы. Почему мужчины помладше любят женщин постарше дейді? Яғни қазірден милфа деген ғой, иә? Иә. Жоқ, жалпы милфадан бұрын енді қазіргі қоғамда соңғы жаңалықтар осы біздің жұлдыздар арасында да. Жоқ, ол рас дүние ма? Мен әлі де сенгім келмейді сол дүниеге. Мен де сенгім келмейді. Маған ұнамайды, өзіме үлкен қыздар мысалы. Сіздің әйеліңіз бар ма? Өні сізге үлкендер уже 50-де ғой. Жоқ, андай стереотип бар ғой, анасын көреді деген сияқты. Қалай ол анасын? Анасын көреді. В прямом смысле анасын. Анан қалай? Ана, ол ана ғой. Психологтардың әңгімесі ғой, вы изначально влюблены в свою мать, и вы ищете похожую на свою мать, психологтардың әңгімесі бар. Твою мать десеңші. Ол енді Поэтому кешірім женился. сұраймын, өте дұрыс емес нәрсе деп ойлаймын. Ол ана ғой, ол әйел емес, ол ана, ол мамасы. Қалай мамасына әйел ретінде қарайтынын түсінбеймін. Вы влюблены в свою мать, маған айтқанды же мен. Реально, по сути, ты всю жизнь, типа, алғашқы біраз жыл сен маманың қасындасың, сен маманың емшегін сорасың дейді ше. Емесің деген шығар. Сауыр кетті. Соруға келе береді екенсің. Кальянмен салыстырып атқан ғой, сорасың деді. Кальянмен салыстырып кеткен. Иә, ұмытқан ғой, емесі деген сөзді бір. Жоқ, ананың құшағында боласың деп айтайықшы енді. Ананың құшағында. Қанша жерден грубо естілсе. Жоқ, енді жалпы сен мысалға өздерінің балаларың бар, балаң деп айтса, мама, мен саған ұқсайтын келіншек алғым келеді десе, сен қарсы емессің ғой мысалға. Жоқ, мен қарсы ғой. Құдай сақтасын десе, маған ұқсайтын адамнан ұқсайды. Я себя знаю, де? Ана седой әкеден сұра. Жоқ, мен өзім ұлы өсіріп жатырмын ғой, мен жоқ қарсымын, жоқ олай емес деп айта алмаймын. Ертең мен алдымда не күтіп тұрған білмеймін ғой мен. Сондықтан өмір көрсетеді деп айта салайын осы жерде. Айболат, сен қалай ойлайсың? Екеуің бір ұлы тәрбиелеп отырсыңдар ғой? Мен дәл солай ойлаймын. Ортақ баламыз. Хозяйка не айтты солай. Қайрат, сен қалай қарайсың жалпы постарше? Вот Мен 91-ші жылғымын, әйелім 89-ші жылғы. Сосын екен ғой сен үндемей отырған. Жоқ, енді не айтам, ол мысалы, бір 20-15 жыл болса қате деп ойлаймын. 1-2 жас жоқ, замандас қой, по сути, 1-2 жыл. Ну, 1-2 жас нормально. 1-2 жас нормально, кстати, да. Ана 10 жас. Андай Қайраттың көңіл үшін айтып отырсың. 1-2 жас нормально. Жас қыздармен, например, мен поздно үйлендім да, 30-ға келіп, 30-дан асып. И мен жас қыздармен жүргенде мен понимаешь, что вообще жоқ, басқа заманның адамдары да сөздерінде, әңгімелерінде түсінбейсің да. Қарамайды бүйтіп ана садикте жүрген баламен жүрген сияқтысың да. Жоқ, қарамайды тек Ойнамай ма? Басқа угылмен айтып жатыр ғой. Жоқ, Садиктен ба? миллениалдар мен зумерлардың аралары прям үлкен, очень большая разница. Вообще разные поколения, әңгімелерде бөлек, нелерде бөлек деп ойлаймын. Сен екеуі жассыңдар ма? Айжан екеуміз ба? Қартайдық ғой. Қартайдық қой, бірақ мен 2 жас арамыз. 2 жас арамыз. Кім үлкен? Мен вроде да. Сәл ойланып айтты. Әбден қорқып қалған ғой. Сіздерде? Менен кіші. Не, осылай болу керек қой. Сенікі құрдас. Құрдас. 92, менде 92, ол да 92. Мысалы, сол жастардың, құрдастардың бастары сыйыспайды деп Өте жатады ғой. дұрыс, иә. Келісесіз ба? Келісеміз. Қай жағынан? Төбелесеміз. 10 жылдықта, 20 жылдықта дейсің, особенно мектепті бітіргеннен кейін. Өзі классастың емес ол менің? Классасың емес пе?
жақсы. неге әйелдердің темасы оғанда Мен- сол күтеді сондай Бір Солардан- бойдарыңыз Просто мен андай 92-лердің патриоты. соларда қашып жатыр ғой деп. иә үйде Так. тұрып күтіп отыр деді Онда басқа Ұзақ түсірейікші. бұтақ алайық. Менде мынандай бұтақ бар. Қызықтаймыздағы краш тест рубрикасын тойда, бүгін корпоративте ғана жауап берген ойнату осы жаңа ғана инстаграмда қаншалықты заңды. Братандарға айту керек еді, жаңа ойын керек тамадаларға деп. міне мен осы жаңа келе жатқанда машинада Ануар деген біздің әріптесіміз ғой тоже нешек Ануар Абдраимов деген жазған мен айттым ол краш тест олардікі емес қой деп late night шоу ғой деп жаздым яғни реально ол краш тест ол Қазақстан жалпы біздің любой Сіздікі емес шоудағы па әйтеуір? мен өзімдікі бар хочу пожелать допой имя один в один деген ол мен автор таза ал краш тест деген ол late night шоудағы рубрика ғой оны бұрын да жасап тастаған шетелде да америкада Америкада иә, жасап late ол night show оны дейді. қарапайым халық білмейді. біздің қазақтар шығарған сияқты көрсетеді да Жоқ, ол былай ғой, біз бұрыннан бері бар рубрика Қызықтаймыздың арқасында осының бар екенін білдік. Мен мысалы мен бұрыннан бері білемін оны Мен мысалы білген жоқ. Мен Мен бұрында әпше қарайтын едім деші. әпше көретін мен late night шоу көретін адамдар мен ойымша екі түрлі планетада тұратын адамдар секілді мен ойымша Әпшеден кейін резко қызықтаймыз көрген. Жоқ, сіздер менің таңдауымды сосын келінжан көреді сосын Жоқ, келінжан қарадым, иә. бәсе айттым ғой Сіздер менің таңдауымды олай талқыға салмауларыңыз керек негізінде. Иә, мен білмеймін, мен білмеген үшін ұялмаймын да. Жоқ, дұрыс. Вообще қызықтаймыз late night show жайлап поэтапно көтересің сразу көтеруге болмайды ауырып Неге кетеді қараймын ютубқа. иә біздегі анау каналдардағы передач бағдарламадағы көп заттар сол шетелдік қой негізі былай ғой біз ресейден алушы едік қой бұрында на самом деле орыстар оны америкадан алады Қазір біз прямой аламыз. біз анау не арқылы кім еді анау маклер арқылы біз секілді ғой интернет арқылы да мысалы бір третье лицо бар можно было сразу напрямую америкадан Напрямую шоу. напрямую америкадан алып жатырмыз бүкіл трендтерді бұрында орыс арқылы алатын иә бұрында нұрлан қоянбаев посредник болатын посредник бізде всегда бәрі Қараңызшы. урганттың шоуын алды деп айқайлады ғой бәрі ол ургант американецтер американский шоу американский формат придумали иә Енді қараңызшы, парадокс. Осы бұтақты жазған бала тоже ведущий, тоже тамада. А ол біледі ғой негізінде. жоқ ол білмейді білмейді. ол да әпше көреді ғой деп баға Түріне қарасақ көретін сияқты. білмеген шығар ол возможно көп ведущийлар білмейді мен просто андай мынау КВН кезінен біледі ғой ермек мен андай дотошный адам андай статистика жүргізетін адам ана шутка қай жақта қай лигада қай уақытта қай визиткада қай домашкада Қазір бір нервтің дәрісін ішіп жатсыз ба жалпы? иә сондай мен яғни андай мен андай дәлелдегенді жақсы көремін бәрі біледі ше мен дәлелдегенді жақсы мен фактпен ғана айтамын да мынау осы жыл осындай команда бір бәле деймін бұрын редактор жүргізгенде айтады анау братан анау барлығын нешін жаттап жүрсің да неше маған мен просто редактор КВН-ның чат GPT да? иә мен бүкіл шуткаларын білетінмін ше қай лигада қай жылы болған шуткалардың бәрін айтып тастайтын қазір әрине уже уақыт аздау ондай бүкіл передача әлі не болып жатқанын мен қарай алмаймын бірақ late night шоу деген кезіндегі дүркіреген әлі де бар дүркіреген передачалардың бірі и оның нарезкалары инстаграмға шығады неге рилстарға осыдан бір 5 жыл бұрын там Джастин Тимберлейк келіп тоже бүйтіп көбіне актерларға жасайтын рубрика еді ол Мысалы, кейбір ведущийларға тамада деп айтса ренжиді. ақшасы туризм ол тамада да Сізге бәрібір. По факту тамадасын асабасын бәрі сол. А неге кейде ренжіп қалады сөйтіп айтсаң? Енді ол Арзан эголар бизнес. шығар, эголар А, шығар. мүмкін да. жоқ негізі әрине бізде былай ғой негізі жүргізуші яғни 3 категорияға бөлінеді деп ойлаймын жалпы конференция форматы бар шоумен форматы бар и тамада деген более андай традиционный бір бағыттағы жүргізуші ретінде қабылдаймын мен конференция медийный персоналар қазақтар бөлінеді ақшаны қоятындар қыз бен жігіт статный ұзын бойлы просто хабарлайтын адамдар ретінде Әзіл ал шоумен деген что-то универсальное мына жерден де бар күшті әдемі объявлять ету мына жерден де бар Дәкең, Айболат, сосын мен. иә біз шоумендармыз бірақ ана жақта біз кімсіңдер біз танымаймыз біз Сабыржан танимыз деп жазатын болса ол сіздер бөлек әлемде Сабыржан номер 1. Сабыржан тамада ол шоумен емес оны Сабыржанды алып келді рилскалтыңға апарыңыздаршы өтпейді ол жақта түсінбейді айтады уже 5 минут можете вот этого человека выгнать деп айтады ол жақтағы Яғни заказчикке әр адамның өзінің аудиториясы бар. Иә. иә Жаңағыдай әпше сияқты ғой. яғни Айболат, үйге барған сөйлесеміз. контингент деген болады мысалға
адамдар әртүрлі, қазақтар әртүрлі. Мысалға, ол нәрсе, ол мировоззрение, ол культура, яғни мәдениет, ол жан-жақтылығы. Егер сен білмеймін, бір Сәтпаев қаласының тұрғыны болатын болсан, сен ортан қарапайым жұмыскерлер, шахтерлар, и сен саған өтетін сол Сабыржан, саған өтетін сол Никулин, саған алматылық қандай интеллигентный, креативный әңгімелер қатты өте қоймайды. Саған андай сәл енді кешірсін жігіттер, иә, сәл андай дикий формат бойлы жарасады да, адамның абыройын түсіру, үстіне бір бәле сөйлеу, там, не знаю, тәте, сізге штор киіп алғансыз ба? Уа-ха-ха, барлығында инстинкт гигиены деген болады, ана ашып бәрі күледі, штор киіп алған үстіне деп. Бәрі күледі, орта сондай өткен, мәдениет сондай, ортасы, яғни деңгейі сондай. Бірақ анау адамға, который штор киіп алған тәтемізге, ол өте ыңғайсыз да, ол енді айтпайды ғой бәрінің көзінше. Бірақ абыройын түсіріп отыр да. Мен сол үшін ол форматтарды бөлем, тамадамен, шоумендер бұл әртүрлі әлемдерде. Бірақ кейбір тамадалар өздеріне тамада шоумен деп жазатындар бар, профильдарды. На двух языке дейді. На двух языке. Шоумен деген ценаны көтереді образно. Иә, шоумен деген сөзі бағасы көтереді. Оны тегін шығар олар. Ал сіз мысалы сіз енді жүргізушісіз ғой, иә, шоумен, сол кезде мысалы сізге заказ түседі, сіз фильтрдан өткізесіз бе? Мынаны мен жүргізе алмайтын сияқтымын, мынау маған келмейтін сияқты, немесе ала бересіз? Біздің бағамыз уже фильтр. Сен өзің жеке бір подкаст бастап кеткен жоқсың ба? Біз керекпіз ба? Біздің бағамыз уже фильтр. Яғни мені өз тойына шақыратын адам, ол скорее всего там Қаскелеңде Арай кафесіне өткізетін адам емес. Ол уже нормально, солидный, яғни ортасы солидный. Я к чему веду? Негізі мегаполис ол Алматы мен Астана. Яғни сәл басқашалау адамдар, яғни яқта орта басқа ғой. Мегаполистің ортасы мен Жезқазған адамдар әртүрлі ғой, мысалы, менталитеттері әртүрлі. Әртүрлі ғой, өз жоғы. Осы жер қызық емес болса, бұлай өткіз жеріңіз. Сондықтан да, ол и қазақша 100% қазақша басқардым, анау кісілерге жағу үшін, понятно дело, сәл кривляние жасадым, сәл өзімді андай переигрышпен, яғни ойнатып, андай солай приходилось маған. Жалпы өзіңізді мақтағаннан басқа немен айналысасыз? Бізде ойып тыңдап отырмыз. Еміп отырып кәдімгі, емізіп жатыр ол кәдімгі. Сорып жатыр. Аржақ сорғызып жатыр, бер жақ емізіп жатыр кәдімгі. Айжанда қоймай сұрақ қойып. Айжан до конца ем отыр. Ладно, біз өзімізді подкаст бітіріп жалғастыра берейік. Қайрат ұмытып. Қайрат уже трэш жазып отыр. Қайрат уже шоумен болсын кетті кәдімгі. Профильді стендапер шоумен. Қайрат багаж болсын кетті кәдімгі. Ал, давай, жақсы. Я закрыл Tiger Films, теперь закрываю YouTube проект. Қазақстанның ең күшті тамадасың сен. Көтке кірсеңдер, осылай прямой отырып кіресіңдер. Желательно сол жақтан кіресіңдер. Так, оқимыз келесің. Мен жеңілдің, мойындаймын. Жасым 31-ге келіп, әлі үйім жоқ, не тұрақты жұмысым жоқ. Несі осы грустный. Еще грустный дауыспен ба? Өзінікі сияқты, чисто өзінің проблемалары. Өз проблемасы. Жоқ, бар нәрсені айтып жатыр ғой. Өмір сүруге желание жоқ. Елдің қыздары үйтті бүйтті деген сөздерді естігенде жерге кіріп кете жаздаймын. Неғып жүрмін деген сұрақ туады. Может, мен шынымен де мына өмірде мен ғана неудачница деген сұрақ келеді дейді. Вот. Түрі бар ма екен? Түрі бар, нормально. Нормально. Блядь, тоқташы мен әйеліме келетін сияқты. Жоқ, кішкене бізде стиль жизни ауыстыру керек емес па? Біздер жарысып кеткен жоқпыз ба қатты? Қай жағынан? Дауыс жағынан. Мысалы 20-30-ға келгенде мынандай болу керек, мынандай болмасаң неуспешный деген нәрселер. Үй алу керексің, машина болу керек. Типа 30-да орда бұзу керек, 40-та қамал алу керек деген сияқты әкеліп тұрсың. Установка ғой, яғни өмірдегі. Сен 30-ға дейін, яғни аяққа тұру керек, бірдеңе істеу керексің. Бірақ еще ол да ментально байланысты, әр регионда әртүрлі. Мысалға орталық пен солтүстік Қазақстанда жігіттер
кеш үйленіп жатады, оңтүстікте ертерек үйленіп жатады деген сияқты. Сол үшін еш асығыстық жоқ, бұйырған кезде үйленесіздер, қарындас. мынау қыз бала күйеуге шығасың, нормально болады бәрі. Жоқ, вообще Давай бүйтейік, сбор ашып жіберейік жаңағы. өмірде жоқ жарыс та мысалға. Мысалы мектеп бітіргеннен кейін бір 5 жылдан кейін кездескенде кімде машина, кімде не дейді. Қазір уже класстастарым пофиг қой бәріне, кімде не бар. Туысқандар сұрап бастайды. Иә? Машинаң бір ма не жоқ. Бар біздің бойымызда шандай сәл. Арасында білдірмей ма? Менталитет сондай. Қанымызда ма? Мен балым қазір анау Англияда оқып жатыр ғой. Ол ешкім сұраған жоқ ол деден вообще. Мен жақында Геленваген алдым деген сияқты ғой. Мен балаларым деп бастап кетеді, мақтану, яғни білмеймін, ол комплекс деп ойлаймын. Иә, ол навязывает, депрессия түсіреді. Мысалы сенің досың бар дейді да, сұрақ. Сенің досыңда, например, машинасы болмаса сен Ондай дос жоқ. Қайрат өзің досымен салыстыра бере, мен достарым. жоқ. Мысалға, сенде ондай квартирасы жоқ болса, например, сен онымен уважение өзгере ма сенің оған? Вот видишь, жоқ нәрсе ғой. Сен қазіргі заманда Тогда не общаемся. Хотя бы инстаграмда подписка жасап қойыңыздар енді. 200 теңге бар ма оңайға? мен Москвада деп жүрмін ғой. Или Бишкекте. Жоқ, ол қыз бар ғой, сондай әңгімелерді естіп, әбден депрессияға түсіп кеткен сияқты. Иә. Сен ше, қолың бос бол, депрессиядан шығаршы. Екеуі Депрессияда Ол жаңағы Инстаграм ғой, Инстаграм бәрі күшті, бәріне 17-ші iPhone Pro Max 1 терабайт мысалы, бәріне неге сондай? Яғни Оранжевый чехол ма? Зато студия ашылдар. Не ғой, яғни Инстаграм кесір деп ойлаймын, жалпы қазіргі таңда развод деген көп қой, тоже Инстаграмның кесірі, иә. деп ойлаймын. Осындай депрессияға түсу тоже Инстаграмның кесірі. Отмена жасайық Инстаграмға. Инстаграм жоқ кезде андай әңгіме болатын еді ғой, анда туысқандар байып кетеді ғой бір. Мыналар байып кетті, біз не қылып жүрміз деген сияқты әңгімелерде болған бұрында. Әпше деген сериалдан айтып отырсың. Мысалы мен солай еститінен, шынымен де біздің үйде сондай әңгімелер қозғалатын. Біз жоқ қозғалмайды. Сол кезде де, мысалы ер адамдар, ол баяғыда шай үстінде әңгімелер болады ғой енді, сол кезде естіп қалатын бар еді. Осылар байыпты, бізге де біз есту керек сияқты деген сияқты. Ол кезде бірақ Инстаграм болған жоқ. Қазір Инстаграм болып екі есе бір көбейіп кеткен сияқты сол дүние. Ол андай установкалар ғой, біз енді жаңа 90-шы жылдары өскен адамдарымыз ғой, андай формат. Типа аяққа тұру деген ол 30 жасқа дейін, яғни үйлену 25 болса, условно орта есеппен 30-ға дейін жаңағы машинаның үйің болу керек. Қыздар 23-те күйеуге тию керек деген сияқты. Соны бір какой-то установкалар қалыптасып кеткен бұрыннан бері. Ол қай жерден келді? Мұхамеджан Тазабеков ағамыз сол туралы айтып жатыр. Қазір айтады да, осындай орталарда айта алмайсың дейді да. Ажырасқандар туралы, қайтып келген қыз туралы, қайтып келген қыз жаман деп айта алмайсың, өйткені қазір әрбір отбасында бар. Иә. Отырып қалған қыздар әр отбасында бар. деп айтсақ болады. Сол үшін айтады да, қазір қоғам басқа, адамдар өзгерген деген сияқты. Қоғам басқа, иә. Сол үшін мен ойымша қазір ешбір адамды бір кінәлаудың қажеті жоқ сияқты. Адамда машина болу керек. Жоқ, мында сұрақ не ғой? Мына стандарт дұрыс па негізі? Мен дұрыс емес деймін, мен әркім жасқа дейін сене осындай болу керек сияқты ма? Әркімнің өзінің несі, адамда машина болу керек деген, адамда квартира болу керек деген, ол не важно, адам бақытты болу керек деп ойлаймын да. Бірақ менде Алматыда центрда квартирам бар десең. Бәрі болады. Бәрі болмаса да маңызды емес, бастысы квартираң болса болады. Иә, главный день сау болсын да, главный день әке шешеміз аман болсын. Құйына шығырсын, сөздегі бір шықын кетті. Так, қазір позитивный бірден айтып көрейік. Сен позитивно, но депрессивный. Әзірге Қайрат негатив іздей берсін келесі. Жоқ, мен келіспеймін негатив деген. Негатив емес. Жоқ, ол негізі обсуждение ғой, дұрыс қой. Қайрат пен Айжан қандай негатив деген передача ашу керек. Мен негатив деп қоғам деген таршы. Мен нормально әңгіме айтып отырмын. Қоғамның проблемасы. Қыздар, гүлдерді хотя бы сразу OLX-қа салмаңыздаршы дейді. Кстати, қазір, иә. Сондай бар ғой. Мен даже оны байқадым, білесіздер ме, анда бізде жилой комплекста чат бар ғой. 1045 адам отырады, сол кезде жазып жатады, ананы сатам, мынаны сатам. И сол кезде айтады, свежий букет бар дейді. Свежий букет бар дейді. Міне жаңа көре алып келді, сразу сатып жатыр да. Бір фотоға түсіреді де, сатып жатыр походу. Сен сатып алған жоқсың ба әйтеуір? Мен сатып аламын. Гүлдер тез соғып қалады десең. Не свежий әйтеуір. Мен вообще гүлдің несін түсінбеймін. Неге? Кайфын ба? Вообще түсінбеймін. Зачем?
ну например мен саған 20 мыңға гүл алып келсем жоқ әйеліңе алып бер маған жоқ дос қара мен сендерге қонаққа келдім дейін да например да мен саған букет гүл алып келсем жақсы ма или сол 25 мыңға 30 мыңға ет алып келсем жақсы ма? етті өзім де ала аламын негізі гүлді өзі алмайды бірақ гүл неге гүл береді қыздарға эмоция сыйлайды ғой мә деп ет ше PlayStation дарите етті Айболат алады ғой ақша қасына қосып берсе де болады букет қазақ кезейші букет қазып жан жағына қарап тұрған жоқ енді ол сату деген букеті разный бывает әр қыздың түсінігі әртүрлі ғой мүмкін ақша керек болып қойған шығар мүмкін жігіттер ренжітіп қойған шығар енді бәрі жоқ мына жерде мәселе андай ғой қаншалықты дұрыс ниет жинап кіріп тұрған нәрсені мүмкін ұнатпаған жігіттен алған шығар жоқ даже ұнатпаған жігіттен болса да ол эмоция получил жаңағы ситуациямен бірдей ғой жаңағы тегін киімді алып кетеді сату деген сияқты мен Айболат басқа бұттағы оқисың ау сен негізі күшті бизнес қой ше ондай жаңағы чаттарға OLX-тарға кімдер отыратын шығар жаңағы букет сатқан өздері ше өздері қайтып келсе кәдімгі тұрады анаған подарить етті анау OLX-ке салды да қайтып анау или даже бар ғой менің ойымша соларға лайфхак гүлді апарып бересіздер ғой курьер ретінде сразу айтыңыз қызға сіз мына букетті қайтадан сатасыз ба деп сразу сатып алыңыздар да басқа біреуге апарып бересіңіздер горшоктағы гүлді әкелсе ше горшоктағы гүлді әжеңе мамаңа апармай ма сондай үлкен тетяларға жоқ ол стереотип мне кажется стереотип па жоқ ондай маған да ұнайды горшоктағы гүлдер это женское счастье женское счастье гүл бар мужское счастье женское счастье ақша шақыратын гүлдер бар мен кактус беретін еді ғой баяғыда иә үйде компьютер болса мен әйеліме 8 мартқа бір рет гүл сатып алып соңғы ақшама гүл сатып алдым желтые тюльпаны сатып алдым содан кейін бермедің ба тяжелые времена да иә әкеліп үлкен желтые тюльпаны прям әкеліп нетсем әйелім маған қарап тұр да желтые тюльпаны же к расставанию дейді да прикинь ну сен білген жоқсың ғой оны желтые зубы тамақ әкелмейсіз ба желтые зубы к расставанию дейді мен андай или золотые зубы мүмкін алдын ала сұрап алу керек пе еді қандай гүл ұнайды саған деп мысалы әңгіме барысында неге сұрамасың ол маған айтады мен постоянно ұмытып қаламын ну хотя бы заметкаға жазып ну типа ол өліп қалған гүлдер болды ма солып тұрған или нормальный прям нормально солда иә Игорь Николаев подкастында сен OLX-ты алдың ба оны мынаны қарасаңдаршы мынаны қызықты кинотеатрда сасытып тамақ жейтіндер малсыңдар беттеріңе айтайын Айша Кушенова Айша дұрыс жазын конкретно Айшаға жазып қалай кинотеатрда өз культурасы бар ғой негізі трэцта кездесіп қалған екенбіз екеуміз не жеуге болмайды деп ойлайсыңдар ма жалпы тамақ па әлде попкорн жата ма тамақ чипсы сондай жоқ чипсы нормально попкорн деген сияқты болады чипсы пиво ладно әрине там плов алып құлағыма алып жеген біртүрлі шығар енді соны айтып ланч жеп отырсаң ба ыстық тамақты айтып отырған сияқты қазір ондайлар да бар иіс шығады ғой енді тамақтың иіс шығатын болса бургер жатпайды ғой бұған иә скоро кинотеатрда бешбармақ выносить иә менің ойымша тамақ болса окей мен де қарсымын жалпы иә сасытып ана егер бургер там не жаңағы попкорн чипсы нормально бірақ ондай иіс бар ғой достар жоба ұнаса шынайы пікірлеріңізді астына жазыңыздар және де лайк басуды достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар соңғы нәрсе Каспий курьер видит у себя что вы заказали у меня все дейді так что имейте в виду қалай Каспий курьер видит у себя что вы заказали то есть сенің товарың оған айқын түрде көрініп тұрады яғни бір ұятсыз дүние заказ берсеңіздер міндетті түрде курьер оны біліп сізге андай ерекше қарап менің ойымша ше ұятсыз дүниелерді олар лично аралады ана магазиндерге ше интим деп тұратын ба салон деген бәрібір жоқ бұл жерде ұятсыз дүние емес қой енді жалпы сен заказ беріп көрдің ба ұятсыз дүние жоқ менің ойымша қалай Каспий магазин ұятсыз дүние заказ бересің жалпы ұятсыз дүние заказ беретіндер бар ма екен Қазақстанда бар олар әйелім 89 өзім 91 десе курьерлар ұятсыз дүние берсе мен звондап сұрайтын едім ана қойнен алып кстати тек сондай магазинде жоқ ол дүниені заказ берген үшін де кінәлауға болмайтын шығар керек шығар может ол дүние курьер ол жұмысы ғой курьер ақша таппайтын еді ол алып келмесе хуй с тобой
қорытындылай келе жалпы тредстағыларға не айтасыз? ғой передачаны күшсіз біледі. Қорытындылай келе не айтасыз тредстағыларға? Не жазсын? Трестен күшті бір реально әңгімесін жібереді бір не екен да. Ұзақ история. Қай тред ұнады дейсің ба? Жалпы не айтасыз сонда тредстағыларға? Трестен күшті бізге арналған, біз өсек деген жақсы көреміз, бізге арналған платформа приложение. Ал сізге қай хикая немесе қай бұтақ ұнады? Прям есте подарка береміз біздер оларға, дұрыстап таңдаңыз. Оларға? Иә. Онда Ануарға беріңдер, талайтын адамға берейік. Абдрахимовқа берсіндер. Жоқ, именно Ануарға береміз. Кімге? Ең есте қалған. Есте қалған. Мынаған неткен. Енді анау подарок бересің ба? Мен ойымша анау депрессияда жүрген адамдардың біреуіне берейік. Менің Жаңағы 30-ға келіп, бәле деген сол. Зато сенде подарка бар. Иә, әне 30-ға келіп подарка бар сенде. Бір жақсылық жасаймыз, иә? Депрессиядан алып шығамыз. Иә, бәрі жақсы. Бір 5 Барлығы минутта. алда сізде әлі, нормально. Құдай қайтып Иә, бастала. 5 минутқа депрессиядан алып шығасыз, қайтып. Депрессиядан алып демалдырамыз. Сен барлығы алда өмірде. Психологқа бір приемыз. Жақсы, аман сау болыңыздар. Тредста мощный нәрселер жазып отырыңыздар. Сіздермен бірге болған Данияр Бакашев және біз. Достар, осы видеоның астына лайк басамыз, комментарий жазамыз, каналға жазыламыз, колокольчик қоямыз және туыстар, класстастар деген группаларға ссылкалар